6 жыл бұрын іске қосылған Ордабасы құс кәсіпорны ТМД аумағындағы ең заманауи кешендердің бірі. Кластер үлгідегі кәсіпорын инкубатор, 25 құсхана, құрама жем зауыты мен құс сою және етін терең өңдеу цехы сияқты бірнеше дербес өндірістен тұрады. Орталық Азияда теңдесі жоқ жобаның технологиялық және ғылыми жұмысына 25 жылдан бері сан түрлі құс өсірумен әлемге танылған белгілі израильдік компания атсалысқан. Бұрын біз Өзбекстанда, Қырғызстанда, Украинада, Ресейде жұмыс істедік. Ал Қазақстанда, менің ойымша, бұл жоба өте жоғары деңгейде қойылған. Әріптесіміз де іскер. Мемлекет тарапынан да үлкен инвестициялық қолдау бар. Әрі ет өндіруге Қазақстанда шикізатты жеткілікті. Агрокәсіпорында күрке тауық еті негізінен екі түрлі, мұздатылған және салқындатылған күйде шығады. Бұлардың өзі әрі қарай вакуумдық қаптама, гофра қаптамадағы монолит ет болып тағы жіктеледі. Оған әлемнің 11 елінен сатып алынған озық өндірістік жабдықтар мүмкіндік беріп отыр. Кәсіпорын күрке тауық етінен халал стандартына сәйкес 40-тан аса шұжық шығарады. Айтпақшы, қуаты ауысымына 10 тоннаны құрайтын терең өңдеу цехында былтыр тағы бір жаңа өнім шыққан. 2015 жылы біз премьерлік аталатын жаңа шұжық түрін шығардық. Ол күрке тауық етінен жылқының майы мен шегінен тұрады. Ешбір қоспасыз, ингредиентсіз, холестеринсіз 100% күрке тауық етін пайдаланамыз. Былтыр өндірілген 9,5 мың тонна өнімнің 35% экспортқа сатылған. Ресей ғана емес, Армения мен Беларусияға жеткізілген. Еуразиялық экономикалық одаққа былтыр мүше болған Қырғызстанда қаңтардан бастап күрке тауық етіне сұраныс білдіріпті. Әрине біз жаңағы Ресей мемлекетіне, оның ішінде тікелей Мәскеу қаласына экспорт жасау арқылы біз әрдайым өзіміздің өндірілген өніміздің сапасын менен оның мынау халықаралық нарықтағы бәсекелестікке төтеп беру жағдайын әрдайым бақылап отырмыз. Бірақ басты бағдар ішкі нарық. Қазір әрі қазақстандық жылына 300-350 грамм күрке тауық етін тұтынады екен. Бұл әрине ресейліктердің тұтынуынан да аз. Әйтсе де ішкі тұтыну мәдениеті біртіндеп көтеріліп келеді. Сол себепті қазіргі 85 түрлі өнім болашақта 100-ге жетпек. Әрі мұндай экологиялық таза, қауіпсіз, сапалы және бәсекеге қабілетті өнімді таяу шығысқа да жеткізу жоспарда бар. Санкцияның алынуына байланысты бізді қазір күрке тауық етін көп тұтынатын Иран нарығы қызықтырады. Бұған қоса ол жаққа құрама жемімізді де экспорттауға дайынбыз. Иранның индустриялық даму министрлігіне өтініш жасадық. Күрке тауық етін көп жейтін Біріккен Араб Әмірлігіне де өнімімізді экспорттағымыз келеді. Производить продукцию на экспорт. Қорыта айтқанда бұрынғыдай Ресейге күрке тауық етін экспорттау жалғасады, әрі көлемі де өседі. Бұған қоса таяу шығысқа құс етін экспорттауға үлкен көңіл бөлеміз дейді зауыт басшысы.